қалжыңдасып, арада қалжың жүргеннен кейін ары қарай әңгіме кетеді. Ер кісі мен әйел кісінің арасында кішкене не болу керек, ұят болу керек. Бізде неге қазақта қызды 40 үйден тыйған? 40 үйден тыйған. Не үшін? Ұят. Құранда үлкен бір ғалым келтіреді. Мен дейді, Құран оқып отырып дейді, Мұса алейхиссаламның, Шуайб алейхиссаламның қызына құда түскенін көрдім, оқыдым дейді. Бірақ таңғалғаным дейді, Шуайб алейхиссалам не дейді? Ей Мұса, қызымды саған берем, бірақ сен маған 8 жыл қызмет ет дейді. Қаласаң 10 жылға толтыр дейді. Сонда сол қызға үйлену үшін 10 жыл қызмет қылатындай, сондай неге сондай бір артық қыз дейді, сондай. Оның не артықшылығы бар дейді ол қыздың дейді. Сонда қарап отырсам, Құран аятын оқысам, сол Құран аятында жауабы бар екен дейді. Алла Тағала не деді? Ваджаатху истихяан. Әлгі әйел кісі қыз келіп, Шуайб алейхиссаламның қызы оған ұялып келді дейді. Сонда сол қыздың ұяты дейді, қыз баласындағы ең үлкен сипаты дейді. Ер жігіттің үлкен сипаттары көп қой. Мысалы, жомарттығы, батырлығы, батылдығы, шыншылдығы, оның барлығы ер жігітке тән мықты сипаттар. Әйел кісінің ең үлкен сипаты ол не? Ұят. Соны айтады. Сол Мұса алейхиссалам соған 10 жыл қызмет етіп, соған үйлену үшін 10 жыл құрбан етті. Не үшін? Ұятты қыз үшін дейді. Одан ол қыздың ұяты болу керек. Бізде онымен қатты тығыз контакт болмау керек. Себебі сен мен оның арасында не жоқ? Неке байланыс жоқ, туыстық байланыс жоқ. Ол бөтен қыз болып табылады. Бөтен қызбен олай қалжыңдасып, ырбаңдасып сөйлесуге болмайды олай. Ыржаңдасып болмайды.